тікелей эфирге қатысушылар. Қазір бір 5-6 минут күте тұрайық, басқа қатысушылардан қосылыңыз. Бүгінгі талқылайтын негізгі мәселеміз екінші турға өткен конкурсқа қатысушылардың сұрақтарына жауап беру. Жалпы екінші курсқа қойылатын негізгі талаптар және оқуға тиісті арнайы әдебиеттер туралы мағлұматты толығымен беру. Екінші турға өткен оқушыларымызды шын жүректен құттықтаймыз. Келесі екінші турда сәттілік тілейміз және бірінші турда кеткен негізгі қателіктерді қайталамауға тырысыңыздар деген тілек айтқымыз келеді. Қазір ол қателіктер туралы толығымен дауысыңыз естілмейді дейді. Қашырақ естілмейді. Так, күтеміз бе? 27 адам. Тағы бір минут күтейік. Орысша айтасыз ба дейді? Орысша да, қазақша да айтамыз, иә. Ал енді ондай болса, бүгінгі тікелей эфирімізді бастайық. Мен даусым естіліп тұр ма? Әлде бұдан да қаттырақ сөйлейін ба? Может, наушники с микрофоном наденете дейді? Бізде жоқ па? Наушники с микрофоном. Я бар, а не микрофон. Маған келмейді. Сіздің телефоныңызға келмей ма? Так, жақсы. Онда біз даусымызды көтеріп сөйлеуге тырысамыз. Естіле ме осылай? Жоқ, естілмейді дейді. Мүлдем естілмей ме, әлде ақырын естіле ме? Да, дейді. Естіле ме? Естіліп тұр, слышно дейді. Жақсы. Онда естіліп тұрса, тағы да осы біздің тікелей эфирге қосылған барлық оқушыларды, жалпы осы екінші турға қатысы бар адамдарды армысыздар дейміз. Екінші турға өткен оқушыларға сәттілік тілейміз және бірінші турда кеткен негізгі қателіктер туралы және екінші турда қандай тақырыптар келетіні туралы, эссеға қалай дайындалу керек туралы сөз қозғайтын боламыз. Ең бірінші мынандай жағдайға тоқталайық. Екінші турдың негізгі кілтті сөздері келесілер болады: мақсат, мінез, ерік, жігер. Ключевые слова для второго тура следующие: цель, характер и сила воли. Және осы кілтті сөздерді зерттеу оқу төңірегінде біз сіздерге бірнеше әдебиеттерді ұсынып отырмыз. Біріншісі ол әрине қазақ тілінің түсіндірме сөздігі, сөздік.kz-де бар. Не болмаса, егер мектептеріңізде, кітапханаларыңызда түсіндірме сөздік болса, сол сөздікті қолдансаңыздар болады. Екіншіден, Википедияны қолдануға болады. Үшіншіден, негізгі көркем әдебиет ретінде біз сіздерге Хамингуэйдің «Шал және теңіз» повесін беріп отырмыз. Бұны кітап.kz сайтынан таба аласыздар.
Жалпы бұл қайнар көздердің барлығына негізгі сілтемелерді біз айқанат.kz сайтында жарияладық. Келесі қайнар көз Абайдың қара сөздерінің ішінде, соның ішінде 15-ші қара сөз. 5-ші ол мақала, және ол мақала өздеріңізге танымал Илон Маск туралы мақала. Илон Маск деген кім деген мақаланы ұсынып отырмыз. Бұл мақаланы сіздер жаһан.kz сайтынан таба аласыздар. Бұл сілтемелердің барлығын, активный сілтемелердің барлығын айқанат.kz сайтында эссе байқауының 2-ші турына дайындық деген батырманы бассаңыз, осы ссылкалардың бәрін көресіздер. Итак, ключевые слова мы уже назвали. Это цель, характер, сила воли. И для подготовки по этим ключевым словам мы вам предоставили несколько источников. Первый — это, конечно же, толковый словарь. Вы можете использовать как электронный толковый словарь, также офлайн, любой словарь толковый, который имеется у вас в библиотеке. Вторая ссылка — это у нас Википедия. Вы можете использовать все словари Википедии. Третье, мы в качестве художественной литературы даем вам на чтение повесть Хемингуэя «Старик и море». Четвертое — слово назидания Абая, а именно 15-е слово назидания. И 5-е — это статья про Илона Маска. Кто такой Илон Маск? Все активные ссылки на все источники, на все произведения и на всю литературу вы можете получить на сайте айканат.kz в разделе «Подготовка для второго тура» по эссе. Они все активны, онлайн, то есть можете готовиться как онлайн, как и скачать себе офлайн, да, статьи, художественную литературу. И просьба к вам, пожалуйста, прочитайте все эти источники, приводите точные примеры из этих произведений. Мы же не просто так даем, да, мы эти ссылки, эти литературы, мы хотели, чтобы вы не только прочитали их, а также могли их применить в написании эссе. Допустим, но при этом просим вас быть очень осторожными и не списывать, то есть не делать плагиат, потому что плагиат, он оценивается как 0, да, то есть кто списывает, тому уже никакого балла не дается. Мы даем вам заранее ключевые слова, источники для того, чтобы вы могли подготовиться по этим материалам, прочитать. Мы вам даем специальное такое направление, да, чтобы вы могли это все прочитать и давать свое определение, давать свое мнение, писать своими словами, а не списывать все. Поэтому очень вас прошу обязательно прочитать все эти произведения, всю эту литературу и обсуждать это в аудитории, обсуждать эти все произведения, обсуждать эти ключевые слова, ваше мнение к этим словам со своими учителями во время уроков или во время беседы с друзьями. То есть постоянно требуется подготовка. Вы прочитали, не то, что прочитали, выучили, закрыли. Нет, этого не надо делать. Вы читаете, обсуждаете, делаете свои умозаключения, определяете свою позицию на определенные вещи, да, касательно этих слов: цель, характер, сила воли и так далее. И во время эссе, когда вы уже увидите реальную тему, у вас уже будет определенный багаж знаний на эту тему, и вы можете уже давать какие-то свои, написать хорошее эссе, да? Ал енді құрметті оқушылар, біз сіздерге бұл әдебиеттерді бостан-босқа беріп отырған жоқпыз. Бұл әдебиеттерді сіздер тек қана оқып қана қоймай, сонымен қатар осыны оқу арқылы өздеріңіздің осы кілтті сөздерге қатысты білімдеріңізді ары қарай дамыту, жетілдіру. Сонымен қатар бұның бәрін тек осы литературадан көшіріп ала салмай, осы кілтті сөздерге қатысты өзіңіздің ойыңызды білдіре алу, өзіңіз осы ұғымдарға
осы ұғымдарға белгілі бір анықтама беріп көріңіз. Және ең бастысы, көшіріп алуға болмайды. Бізге осы әдебиеттерді берді деп түгелін басынан аяқ көшіріп алған жұмыстар өте көп кездесті. Біз оларға 0 деген балл береміз. Себебі ол сіздің пікіріңіз емес. Сіз басқа біреудің пікірін ұрлап алдыңыз деген сөз, плагиат деген сөз. Сондықтан бұл плагиат бізде өте төмен баға, тіпті 0 деген бағаға да әкелуі ықтимал. Сондықтан бұл жағынан өте мұқият болыңыз. Бұл әдебиеттердің барлығын оқисыз, оқығаннан кейін кілті сөздерді жаттап алудың қажеті жоқ. Мағынасын түсініп алғаннан кейін өзіңіз сол ұғымға анықтама беруге тырысыңыз. Ол қасыңыздағы достарыңызбен, мұғаліміңізбен осы оқыған шығарманы, осы оқыған нақыл сөздерді барлығын талқылаңыз. Мысалдарға фактілер жинаңыз, талқылаңыз, және мақсат деген не, ерік-жігер деген не. Мысалы, Хемингуейдағы «Шал мен теңіз» повесінде негізгі ой нені білдірді, және ол жердегі теңеулер арқылы мақсатқа жетудің негізгі кілті не екен, мінез қандай рөл атқарады, ерік-жігер қандай рөл атқарады деген нәрселерге өте өздеріңіздің ойларыңызды білдіретіндей дәрежеде болуларыңыз керек. Және табысқа жеткен өзінің ерік-жігерінің арқасында, мақсат қоя білгенінің арқасында, көркем мінезінің арқасында осындай үлкен жетістікке жете білген Илон Маск туралы шығарған оқыған кезде де тек қана оның өмірбаянын ғана емес, жалпы оның алдына қойған негізгі принциптері, қағидаларын, және ол қандай жағдайда болмасын, өз мақсатына жету үшін қандай іс-әрекеттер жасады, не істеді, және де үйрену, қалай ол көп нәрсені үйренуге тырысты, сол мақсатқа жету жолында қандай көптеген өзін дамытумен айналысты деген моменттерге, сәттеріне баса назар аударуларыңызды сұраймыз. Бұл бірінші. Сұрақтарыңыз бар ма әдебиеттер төңірегінде? Қазір. Есть вопросы касательно ключевых слов литературы? Так, да, қойған. Эссе жағынан, сұрағым, бірінші турда көмекші мақалалар кеш шықты. Осы жолы оқымай өз ойыңмен жазып өтуге мүмкіндік бар ма? Не кеш шықты? Бірінші турда ештеңе кеш шыққан жоқ. Біз тур басталмастан бұрын барлығын зерттеп, кілті сөздерді зерттеп, оқылатын әдебиеттердің барлығын зерттеп, ссылкаларын активацияны өткізіп, майқанат сайтына орналастырғанбыз. Ештеңе де кеш берілген жоқ. Мүмкін сіз кеш қарап қалған шығарсыз. Бірақ осы жолы бірінші турда негізі кемшілік, жалпы эссенің құрылымы былай тұрсын, жалпы эссенің ішіндегі мазмұны жағынан өте таяз болды деп айтуға болады. Сондықтан осы жолғы негізгі критериялардың бірі ретінде, факт ретінде, не болмаса өзіңіздің ойыңызды түсіндіру барысында қолданатын белгілі бір себептік салдарлық байланыстарды түсіндіре алатын белгілі бір мостик дейді ғой, сондай негізде осы шығармаларды міндетті түрде қолдануларыңыз керек. Эссеге осы оқыған шығармалардың үзінділерін жазып кетуге бола ма? Үзінділерін көшіріп алудың қажеті жоқ. Осы шығармалардағы оқудан кейінгі өзіңіздің түйген негізгі ойларыңызды жазуыңызға болады. Не болмаса мысал келтіруіңізге болады. Мысалы, Абайдың қара сөздерінде бізге мынандай нақыл айтылады. Не болмаса Илон Масктың өміріндегі белгілі бір сәтті шыққан белгілі бір принциптарын, қағидаларын келтірсеңіздер болады. Өзіңіздің ойыңызға түйген нәрсені жазыңыз. Бүкіл шығарманы жаттап алып, не болмаса белгілі бір абзацын жаттап алып, әкеліп көшіріп берудің қажеті жоқ. Көшіріп беруге болмайды. Және цитата келтіруге болады. Цитатаны білесен не екендігін. Цитата ол сол шығармадан белгілі бір ғана бір негізгі нақты нақыл сөзінің ғана бір үзіндісі болуы мүмкін. Цитатаны сіз басында кіріспе бөлімінің үстінде қолдануыңызға болады. Афоризмдар ретінде сөздің ішінде де, эссенің ішінде де қолдануыңызға болады. Бірақ ол сіздің эссеңіздің басын бөлігін құрамауы тиіс. Ары кетсе бір-екі сөйлем болады.
Уақытын айтасыз ба дейді? Екінші турдың уақыты 20 сәуір. Осы қайнар көздер туралы, жалпы әдебиеттер тізімі туралы сұрақтарыңыз жоқ болса, Қашан болады екінші тур? Сөз көлемін айтсаңыз. Сөз көлемі 150-300 сөз. Әдебиеттен қандай тақырып эссе жазамыз? Қандай тақырыпта келуі мүмкін? Мен сіздерге кілтті сөздерді айтып отырмын ғой. Мақсат, мінез, ерік, жігер. Осы кілтті сөздерге дайындаласыздар. Жалпы мен сіздерге қазір барлық болатын тақырыптарды алдын ала бере салуға болмайды. Себебі ол конкурс болғаннан кейін конкурс болатын күні жариялануы тиіс. Бірақ бұл деген мен сіздерге айтып отырған нәрсенің өзі, кілтті сөздерді беріп, көркем әдебиеттерді ұсынып отырғанның өзі сіздерге өте үлкен подсказка. Яғни сіз уже білесіз, осы мақсат, ерік, жігер, мінез туралы нәрселер келеді деп ойлайсыз да, сол тақырыпта дайындаласыз. Осы негізгі кілтті сөздерге дайындалыңыз. Осы көркем әдебиеттерді оқыңыз, талқылаңыз және дайындалыңыз. Жазылған жұмыстар түгел оқылады ма? Әрине оқылады. Әрбір баланың жұмысы жеке-жеке талқыланады. Біздің экспертный совет бар, ол жерде қазақ тілінен де, орыс тілінен де мықты мамандар отырады. Ол тек жай мұғалімдер емес. Ол филология ғылымдарының докторлы, кандидаттары. Соның ішінде Байтұрсынов атындағы тіл дамыту институтының директоры Ұлан аға Еркінбай, Есенова Фарида Фатима Қуанышевна, орыс тілді маман, ол филология ғылымдарының кандидаты, доктор. Осы эссеге қатысты академиялық жазу және оқу деген пәннен сабақ беретін өте білікті маман. Сондықтан да бұны сіздер оқымайды деген ойдан аулақ болыңыздар. Біз бәрібір баланың жұмысын оқимыз, талқылаймыз. Спорный моменттер болып қалады, иногда даулы кездер болып қалады. Оның барлығын ортаға салып талқылаймыз. Тақырыпта болмады ана жолы дейді. Ертерек шыққанына рахмет осы жолы. Жоқ, алдыңғы жолы берілді. Ол жерде біз тұлға деген тақырыпты бергенбіз, тұлға, рух, адамгершілік деген тақырыптарды бергенбіз. Ол жерде біз сендерге бірінші тур болғаннан кейін қатты қиын тақырыптарды берген жоқпыз. Ол жерде көркем әдебиеттен Бердібек Соқпақбаевтың 16 жасар чемпионын бергенбіз, мақалалар бергенбіз, сөздіктер бергенбіз. Сондықтан енді осы жолы әлі сендердің міне бір ай уақыттарың бар ғой. Бір ай уақыттың ішінде бұл шығармаларды бірнеше рет оқып тастауға болады. Себебі бәрі қолжетімді. Іздеп жүрмейсіңдер, қайдан табам деп. Бәрі интернетте тұр. Барлығының активный ссылкаларын беріп отырмыз. Алдарыңа келіп дайынды сендерге ұсынып отырмыз. Осыны тек сендер жатып алып оқып, талқылап, миларыңа құйып алу ғана қалды. Сколько цитат можно использовать? Цитат вы можете использовать несколько, но имейте в виду, что вы не должны там списать или написать из книги больше половины эссе. Сонда эсседе мақсат туралы өз ойларымызды жазамыз ба? Эссе кезінде нақты тақырып беріледі, бірақ осы кілтті сөздерді қолданасыздар. Әзірге осы кілтті сөздермен көркем әдебиеттермен таныса беріңіздер. Бірінші турда бізге Брайан Трейсидің «Мақсатыма жетемін» деген кітабы бойынша жазасыңдар деген болатын, ал бізде ондай тақырып болмады. Тек тұлға болу тақырыбы болды. Екінші турда қандай тақырып болады? Брайан Трейсидің бұл мақаласын берілген себебі ішінде тұлға болып қалыптасу үшін қандай жағдайлар әсер етеді деген күрделі ойлар мен бөліскен болатын. Және мен осы бірнеше тікелей эфирде өтті, жалпы сіздерге де жеткіздік. Бұл тура осы шығарманың желісі бойынша жазбайсыздар. Не болмаса Илон Масктың, не болмаса Абайдың қара сөзін, не болмаса Хемингуейдің Шал мен теңізін көшіріп алып қоймайсыздар. Оның мазмұны бойынша тақырыпты былай бермейміз. Мысалы, Хемингуейдің Шал мен теңіздегі шалдың рөлі деген тақырып берілмейді. Бұл жерде осы Шал мен теңіз повесіндегі жалпы мінез, мақсат, ерік жігер деген сияқты белгілі бір көзқарастар, осы ұғымдарға қатысты көзқарастарды сіз талқылауыңыз керек.
сіз ол повестьте мысалы ол шалдың қармағы ол мақсатқа жетудің бір құралы ретінде қолданады. Барлығы тура мағынасында емес, және белгілі бір салыстырмалы нәрселер арқылы, мінездің арқылы, күнделікті жұмыс істеу мінез, ерік-жігердің арқасында шалдың белгілі бір іс-әрекеттерін суреттеу арқылы берген бұл Хемингуэй. Өздеріңіз білесіздер, әлемге өте танымал, бірнеше 10 рет басылып шыққан шығармалардың бірі, әлемнің барлық тілдеріне аударылған шығармалардың бірі. Бұл тек қана желімен бір сюжетпен келе жатқан повесть емес, бұның ішінде өте үлкен терең мақсатқа жетудің жолын суреттеп жазған. Сондықтан да тура осы шығарманың желісі арқылы, сюжеті арқылы емес, және осы шығармалардың ішіндегі кездесетін кейбір осы ұғымдарды, мақсаттардың белгілі бір сипатына қатысты мысал келтіруіңізге болады. Бірақ тура осы шығармалардың желісі арқылы тақырып болмайды. Какую роль играет характер? Это имеется в виду в обществе? Характер в целом, да, в обществе, в семье, в школе, в любом направлении. То есть характер, как влияет характер на достижение определенных целей, да, например, сила воли, характер, роль, да, силы воли для достижения определенных целей. Так, переводите сразу на русский язык. Екінші тур қай жерде болады? Екінші тур бірінші тур өткен жерде болады. Бал неге қарайды? Эсседен ең жоғары бал неге қарайды? Эсседегі ең жоғарғы бал ең бірінші біз тақырыптың ашылуына қоямыз. Көп жағдайда тақырып ашылмайды, не болмаса тақырыптың ішінен басқа бір тақырыпты құрастырып алып, сол тақырыптың желісімен кетіп қалатындар да болады. Ең негізгі бізде критерий ол тақырыптың ашылуы. Екіншіден, тақырып эссенің құрылымының болуы. Ешқандай эссе құрылымсыз болмайды. Өзінің нақты берілген құрылымы бар. Кіріспесі, негізгі бөлімі және қорытындысы. Кіріспе бөлімінің 5-6 сөйлемі бар. Оның әр сөйлемінің атқаратын рөлі бар. Негізгі бөлімнің өзінің рөлі бар. Ол 3 абзацтан тұру керек. Әр абзацтың өзінің атқаратын рөлі бар. Қорытынды да солай. Қорытындыда 6-7 сөйлемнен тұрады және әрбір сөйлемнің атқаратын өзінің рөлі бар. Ол туралы эссенің әрбір бөлімінің атқаратын қызметі туралы challenge.kz сайтында сіздерге арнап сабақтар жасалынды. Сабақтар әрбір бөлімге арналады. Кіріспе бөліміне бір сабақ арналады. Яғни кіріспе бөліміне не жазу керек, қалай бастау керек, егжей-тегжейлі кіріспенің түгел анық-қанығын біткеннен кейін екінші сабақты өтесіздер. Екінші сабақ негізгі бөлім дегенде, негізгі бөлімнің әрбір абзацының атқаратын рөлі, қорытынды бөлімінің әрбір сөйлемнің атқаратын рөлі, бірінші сөйлемде қандай ойды жазу керек, екінші сөйлем нені атқару керек деген сияқты әрбір эссенің әрбір бөліміне қатысты сабақтар тұр. Қазақ тілінде де, орыс тілінде де. Ол сіздер үшін жасалған, айғанатқа қатысушы оқушылар. Сіздерге арнап жасалған ресурс, басқа ешкімге емес. Басқа сырттан ешкім ол ресурсты қарай алмайды. Тек қана доступ сендерге ғана ашылып тұр. Мен сендерден өтініп сұраймын, соны оқыңдаршы. Бірінші турда ашпағандарың көрініп тұр. Қажетті деңгейде меңгермегендерің көрініп тұр. Ойларың шашыраңқы болған. Бірінші турдың негізгі проблемасы сол болды. Ой, тақырып ашылмады, ой шашыраңқы, эссенің құрылымы мүлдем жоқ. Осы негізгі критериялар. Алдыңғы қателіктерге тоқталып кетесіз бе? Алдыңғы қателіктер осылар. Енді орысша айтайын, уважаемые участники второго тура, я вас прошу, в Challenge.kz, сайте Challenge.kz есть видеоуроки. Также, если вам неудобно смотреть видеоролики, можете скачать их в формате PDF, распечатать как книжки и прочитайте, пожалуйста, как должны написать эссе. Для отдельных частей эссе, для каждого части эссе
разработан отдельный урок. Вот для ведения целый отдельный урок, описанный, сколько предложений должно быть во введении эссе, что такое там переход к основной части, как нужно начинать эссе, как использовать цитаты в введении эссе, роль введения эссе, да, это отдельный урок. А для основной части эссе снято отдельное видео, то есть сколько абзацев должно быть во введении, какие слова вы должны использовать во введении, сколько аргументов считается самым эффективным для хорошего эссе. Переход основной части к заключению. Заключение у нас отдельный видеоурок. То есть как нужно писать заключение, основная связь заключения с введением, какие мостики надо использовать, какие слова не нужно использовать, какие знаки препинания, какие пунктуационные ошибки делаете в заключении. И вот на все эти части, отдельные части эссе, на каждую часть отдельно написаны уроки. Это для вас очень хороший этап подготовки к эссе. Вы можете использовать эти видеоуроки, смотреть его, слушать несколько раз в день, да, если вы не понимаете, с одного раза. Можно распечатать, есть примеры хорошего эссе, есть поставили, сравнили ошибку и правильное эссе, да, то есть что не нужно делать, а что нужно. То есть это все есть на сайте challenge.kz. Этот сайт разработан именно для вас, для участников конкурса Айканат, именно по эссе. Больше никто из посторонних людей не имеет доступа к этому сайту. Он имеет доступ только к тем участникам, которые принимают участие в конкурсе эссе именно региональной школы. Поэтому это огромная работа наших специалистов именно для того, чтобы вы могли подготовиться ко второму туру, чтобы вы могли научиться писать хорошее, эффективное эссе. Так, в первый раз никак не смогли попасть на сайт Challenge.kz. Какие могли быть причины? Скажите, какие причины, что вы не смогли зайти в Challenge.kz? Он у нас работает. Единственное, вы должны будете там зарегистрироваться, авторизацию пройти. Авторизация очень легкая. Там у вас спросят несколько вопросов. Где вы, сколько вам лет, фамилия, имя, отчество, школа, номер школы, районы, области и так далее. Это самая наипростейшая анкета, и вы проходите регистрацию, и вам на все ресурсы и материалы откроется доступ. Если у вас есть какие-то вопросы, у нас вот на сайте есть телефон, на сайте есть электронная почта, info@challenge.kz, можете звонить, можете писать. У вас есть канал Мусала, можем посмотреть этот эфир повторно на YouTube. Мы в процессе, скоро канал будет работать. В общем, все по таким вопросам, которые... Так, теперь второй тур, насколько мне известно, будет проходить онлайн. То есть в обязательном порядке нужно будет зарегистрироваться на сайт Challenge.kz, и на сайте Challenge.kz будет проходить второй тур. То есть вы будете писать онлайн. Если первый тур вы писали на бумаге, офлайн, в кабинетах, на бланках, да, айканата, на этот раз второй тур будет проходить электронно. То есть вы зарегистрируетесь на сайт, вы пока тестируйте сайт, да, смотрите ресурсы и материалы, есть специальный раздел «Вопросы и ответы», можете пока задавать на этом сайте все ваши вопросы, а именно в день конкурса 20 апреля определенное время вас позовут, да, вы будете в аудитории специально сидеть, откроются компьютеры, и на каждый вы забудьте заходить под своим логином и паролем, и там уже посмотрите, там будут ваши экраны, где увидите там темы свои, да, и будете писать по этим темам эссе. Это все будет проходить электронно, автоматически с сайта сайта Challenge.kz мы получаем ваши работы и тут же направляем экспертам. И почему мы это все электронно делаем? Чтобы обеспечить максимальную
прозрачность, да, потому что мы, когда вот администраторы этого сайта Challenge.kz, получаем от вас ваши работы и перенаправляем автоматически нашим экспертам электронным, а эксперты не видят ни фамилии ваши, ни фотографию вашу, ни регион. Эксперту будет видно только ваша работа, то, что вы написали. И эксперт будет давать только оценку этой работе и направлять нам. И мы увидим баллы, и мы будем ставить баллы уже тоже электронно, и ответы вы получите после проверки в течение 1 недели. На электронную почту будет проходить или через Challenge.kz на своей странице можете увидеть. Екінші тур бізде электронды түрде өтеді. Бірінші тур сіздерге қағазда айқанаттың бланкілерінде жазғансыздар, ал екінші турды компьютермен жазасыздар. Және компьютердің ғана көмегімен жалпы онлайн challenge.kz порталында отырып жазасыздар. Сондықтан да қазірден бастап challenge.kz сайтына тіркелесіздер. Осыдағы ресурстар мен материалдарды әзірге қараңыздар, сұрақ-жауап бөлімі бар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сосын конкурс болатын күні, яғни 20 сәуір күні сіздердің ұйымдастырушыларыңыз эссенің конкурсы болатын жерге апарады, компьютерларыңызға отырғызады, интернетті қосып Challenge.kz сайтындағы логин парольдарыңызбен кіресіздер де, тақырып жарияланады сол мезетте. Сосын барып сол Challenge.kz сайтында отырып жазасыздар. Жұмыстарыңызды жібергеннен кейін администрация, сайттың администрациясы осы сіздің жұмыстарыңызды біздің эксперттерге жібереді, мамандарға жібереді. Мамандар бұл жерде сіздердің аттарыңызды, сіздердің фамилияларыңызды, сіздердің мектептеріңізді, облыстарыңызды көрмейді. Ол эксперттер тек қана сіздің жұмысыңызды ғана көреді. Жұмысыңызды көреді де бағасын беріп бізге қайтып жібереді. Сосын барып сіздерге бағаларыңызды жариялайтын боламыз. Бұны неліктен жасап отырмыз? Екінші тур бізде әділетті өтсін деп. Және ешкім туыс, тамыр, таныс деген әңгіме болмасын деп, барлығын тек таза өткізейік деген ниетпен жасалып отыр. Сондықтан қазірден бастап challenge.kz сайтына тіркелуді бастаңыздар, сабақтарыңызды көріңіздер, кітаптарды оқыңыздар, дайындалыңыздар. Әлі де осы сайтқа тіркелу туралы ақпаратты біз тағы қосымша бере жатармыз, бірақ енді Инстаграмға тіркеліп отырған адамдар Challenge.kz сайтына тіркелу тіпті оңай деп ойлаймын. Ол жерде анкетасы өте қарапайым, 5-6 қарапайым сұрақ қояды. Ол жерде фамилияңыз, туған мектебіңіз, оқитын мектебіңіз, тұратын жеріңіз деген сияқты ғана сұрақтар қойылады. Сосын авторизация тіркелу деген кнопканы ғана басасыз. Так, балалар, тут физика, ағылшын тілі, математикадан сұрақ қоймаңыздар. Бұл эссе жазу, тікелей эфирі. Қалған пәндерден біз тікелей эфир қашан болатынын айтамыз. Физикадан өтіп кетті. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сосын бір қосымша ақпарат айтып кетсем болады. Мына жерде жалпы сіздер қазір бір нәрсені үйреніп жатсыздар ғой. Бірдеңені оқып жатсыздар, эссе жазуды үйреніп жатсыздар. Осы жалпы сіздерге болашақта да сіздер осы конкурсқа қатысып, ары қарай эссе жазбай кетпейсіздер ғой. Жалпы эссе сіздердің өмірлеріңіздің кез келген кезеңінде кездесуі мүмкін. Сіздер әлі мектеп бітіресіздер, университетке түсесіздер, түрлі емтихандар тапсырасыздар. Барлық кездерде эссе сізге қажет болуы мүмкін. Осы сіздерге нағыз бір керек кезең. Және академия.kz деген сайтта үйрену деген өте жақсы бір курс пайда болды. Ол сіздер үшін тегін. Мысалы, көп нәрсені біз ертең кеше бере береміз, жарайды, ертең оқи салам. Ертең болады, жарайды, ертең оқи салам деп. Ол да бір үйренуге кедергі келтіретін белгілі бір өзіңіздің ішкі күресіңіз, солай ма? Сондықтан да өзіңіз қалай осы үйренуге үйретсем екен деген тақырып мазалап жүретін болса, үйрену деген өте бір жақсы бүкіл әлемдік онлайн курстың негізінде қазақ тілінде аударылып жасалған тамаша курс бар. Қарап көріңіздер, академия.kz сайтында тұр, тегін. Учителям можно регистрироваться на челлендж? Учителям нужно обязательно регистрироваться, потому что вы обучаете детей написанию эссе. Учителя играют очень большую роль при подготовке учеников к этому конкурсу. Они направляют, они дают основные моменты, они подсказывают основные моменты.
И я хочу вам сказать, что в разделе «Ресурсы и материалы» есть уроки специально для учителей. Технологии обучения ученика к написанию эссе. И вам высококвалифицированный специалист в этой области, лектор, который уже несколько десятков лет читает лекцию по академическому письму и чтению, объяснит вам, как научить ребенка написать эффективное хорошее эссе, как давать ему выбирать темы, то есть вся технология написания эссе. К этой теме посвящено 5 основных видеоуроков на казахском, на русском языке. Сайт жөнінде тағы айтып беріңізші. Қай сайт жөнінде? Challenge KZ туралы. Челлендж қалай жазылатынын көрсетейік. Каждый білмейді. Challenge KZ сайтын қазір сіздерге жазып жібереміз, қалай аталатынын. Challenge.kz. Қазақша айтыңызшы, өтініш. Так, қазақша айтқанда жаңағы мұғалімдерге оқу керек дегені ма? Был вопрос, сұрақ қойылды, мұғалімдерге оқу керек па деген. Әрине, мұғалімдерге бірінші кезекте оқу қажет, себебі баланы тиімді эссе жазуға дайындайтын, бағыттайтын, негізгі нәрселерді түсіндіріп оқытатын әрине мұғалім. Біздің осы challenge.kz сайтында ресурстар мен материалдар деген бөлімде мұғалімдерге арнап эссе жазуды үйретудің негізгі технологиялары деген сабақтар бар. Ол сабақ 5 видеороликтан тұрады. Егер видеороликті көрмеймін десеңіздер, оны кәдімгі PDF форматында принтерден басып шығарып, оқып, кітап қылып оқып алсаңыздар да болады. Яғни мұғалім эссенің бірінші сөзінен бастап соңғы сөзіне дейін қалай үйрету керек, құрылымын құруды қалай үйрету керек, тақырып таңдауды қалай үйрету керек, өз ойына айтқанда қандай негізі клише сөздерді қолдану керек деген сияқты барлығы егжей-тегжейлі жазылып айтылып тұр. Енді осыдан артық қандай материал сіздерге керек? Осы материалдарды оқыңыздар және мұғалімдер бірінші кезекте осы ресурстармен танысыңыздар және балаларыңызға дұрыс бағыт-бағдар беріңіздер. Ол өте маңызды ақпараттардың бірі. Мұғалімдерге арналған бөлек видеороликтер бар, балаларға арналған бөлек ролик, оқушыларға арналған бөлек роликтер бар. Екеуін де көріңіз, екеуін де зерттеңіз, танысыңыз. Мұғалімдер де тіркеліп кіреміз бе? Тіркеліп кіресіздер. Сіздер тіркелмесеңіздер, ресурстарға доступ ала алмай қаласыздар. Тіркеліңіздер, кіріңіздер, материалдың барлығын алыңыздар, оқыңыздар. Когда ваш следующий эфир? Мы дополнительно вам сообщим. Я думаю, что до начала второго тура мы еще раз проведем онлайн-трансляцию. Челлендж сайтынан ссылкасын жазасыз ба? Қазір жазамыз. Да, ноутбукқа жазсаңыз, вот Мадина, рахмет. Екі тілде, орыс және қазақ тілдерінде. Мына жерде логин деген жеріне кіресіз, міне, қараңыз. Регистрация деген жеріне кіресіз. Регистрацияда көрдіңіз бе, электрондық поштаңызды көрсетесіз, пароліңізді, аты жөніңізді, мектебіңізді, телефоныңызды және облысыңызды көрсетесіз. Зарегистрироваться дейсіз. Классыңызды көрсетесіз. 9 класстың оқушыларға көбіне. Осындай терезені ашқаннан кейін тіркеліп, зарегистрироваться, бәрін толтырасыздар. Мына қызыл көрсетіп тұрған звездочканың барлығын толтыру керек міндетті түрде. Осының бәрін толтырып болғаннан кейін зарегистрироваться дегенге басасыздар. Сол кезде сіздерге доступ ашылады. Мен уже кіріп неттім. Өзімнің логинімен кірем. Міне, екі тілде қазақша, орысша, қосымша материалдарға кірсеңіздер, міне сабақтар деген бөлім бар. Видеокурс деген бөлім бар. Видеокурста міне мұғалімдерге арналған бірінші дәріс, мұғалімдерге арналған екінші дәріс, мұғалімдерге арналған үшінші дәріс, оқушыларға арналған бірінші сабақ. Көрдіңіз бе? Барлығы тұр. Мына әрбір сабақ эссені неден бастау керектен басталады? Эссенің кіріспесін қалай жазады? Эссенің негізгі бөлімін қалай жазады? Эссенің қорытындысын қалай жазады? Эссені тексеруге бергенге дейін не үшін редакциялау қажет деген 5 түрлі сабақтан тұрады. Мұғалімдікі де тура сондай. Мұғалімдікі де 6 дәрістен тұрады, кіріспе бөлімін қосқанда. Мына жерде сұрақ жауап деген бөлім бар. Кез келген сұрақтарыңызды осы жерге жазасыздар, біз астына
жауап жазып жібереміз. Так, сосын қосымша материалдардың ішінде әдебиет деген бөлім бар. Әдебиетте де тура сол видео сабақтардың кітап версиялары тұр. Кітаптардың барлығын ашып оқи бересіздер. Барлығы оңай PDF форматында жасалған. Покажите, как регистрироваться учителям. Так же, как и ученикам. Вот заходите, логин набираете, регистрацию проходите, и вот здесь просто указываете, в каком классе учится ваш ученик, 9 или 10. Телефонмен сайтқа кіруге болады ма? Болады, мобильный версиясында бар сайт. Эссені онлайн түрде жазамыз ғой, уақытқа белгілі бір шектеу қойылады, я? Сұрағым, егер уақытыңа дейін жазып бітпесең, не болады? Негізгі уақыт беріледі, я 3 сағат негізгі эссеге қойылатын сағат беріледі. Үлгеріп жазуға тырысу керек, міндетті түрде. Уақыт біткен кезде эссені жіберуге тиіс боласыздар. Физиканың прямой эфирін біз YouTube каналға салып, сіздерге ссылкасын сториста көрсетеміз. Қандай сұрақтарыңыз бар? Эссеге қатысты. Эссені онлайн түрде жазамыз. Эссені осы Challenge KZ сайтына тапсырамыз ба? Иә, Challenge KZ сайтында тапсырасыздар. Тақырып белгілі болған кезде. Сондықтан қазірден бастап осы Challenge KZ сайтына тіркеліп, сайтты өзіңіз тексеріп көріңіз. Қай жерде жазылатын редакторы, қалай жазсам екен деп тренироваться ете беріңіздер. Қолдарыңызды жаттықтыра беріңіздер. Ойларыңызды бәрін осы қағаз бетіне түсірудің жолдарын бәрін зерттеп, қазірден бастап дайындала беріңіздер. Өздеріңізді былай морально болсын, жалпы оқу жағынан болсын дайындай берсеңіздер болады. Біз аудан бойынша көп бала өтіп отырмыз. Енді солардың ішінен тек 5 бала барады ма дейді. Екінші турдың тізімі берілді ғой сіздерге. Сол тізімде бар болсаңыздар, әр өңірдің өзінің проходной баллдары болды. Мысалы, Жамбыл облысының проходной баллы бөлек, Батыс Қазақстандікі бөлек, себебі балалардың қатысу саны да бөлек болды. Жалпы эссенің жазылу сапасы да әртүрлі болды. Сондықтан республика бойынша барлық балаларға бірдей проходной балл берген жоқ. Әрбір аудан, әрбір облыс орталықтарының өзінің балдары болды. Егер сіз тізімде болсаңыз, тізімде екінші турға өтті, міне проходной балл мынандай болған, екінші турға мынандай балалар өтті, тізімде болсаңыз, сіз екінші турға қатысасыз. Можно ли приводить примеры из других произведений? Можете приводить. Мы не ставим ограничений. Именно те литературы, которые вы должны прочитать, они должны быть в эссе. Нет, таких ограничений. Это ваше право. Мы даем вам только направление. Мы вам даем подсказки. А если вы вдруг читаете в настоящее время другое произведение, и вы считаете, что там есть очень хорошие примеры, факты, пожалуйста, приводите. Это наоборот плюс. Ютубта физика әлі жоқ, біз салғанда сіздерге айтамыз. Бал где смотреть? Баллы мы не публиковали. Соны ұйымдастырушыларға жіберілген болуы тиіс. Немесе ақпараттың бетінде де жариялануға тиіс болу керек, екінші турға өткен балалардың тізімі. Там балдар жоқ. Балдар жоқ та, тек тізімдер ғана бар, иә? Координаторларыңызға звондап білсеңіз болады. Координаторларыңызға звондаңыздар, иә. Міне, мына жерде бет жазылып тұр уже. Айқанат аудандық олимпиадасының екінші кезеңін өткен оқушылардың тізімі мына батырманы басыңыз деп тұр. Ал алынған ұпайлар туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті аймақтық кеңсеге хабарласыңыз. Аймақтық бөлімшелердің телефондары филиалдар бөлімінде орналасқан дейді.
филиалдар деген жерден өзіңіздің аймағыңыздың жауапты адамыңыз қандай, сіз өзіңіздің балаңызды білесіз. Рахмет, жақсы мәліметтермен таныстық. Енді тағы бір тілегім бар. Құрметті қатысушылар, мен сіздерге бірнеше нәрсе айтқым келіп тұр. Біріншіден, позитивті ойлауға тырысайық, жарай ма? Бірінші турда жаман нәрселерді айтып, жамандықты көп насихаттап кеткен балалар кездеседі. Барлығы жаман, өмір сүру қиын, тұлға болып қалыптасу қиын, бәрі қиын болып кеткен. Позитивті қарауға тырысайық, жақсы жағын көрсетуге тырысайық, позитивті көзқарас болған дұрыс. Екіншіден, жалынды сөздер өте қажет емес. Ант етемін деген сөздер бар, жаза Қазақстан деген сөздер бар. Оның орнына сіз одан да өзіңіздің позицияңызды, бізді сендіре алатын, өзіңіздің нақты аргументтеріңізге негізделген, фактілеріңізге негізделген ойыңызды беріңіз одан да. Мен Қазақстанды жақсы көремін, жаса Қазақстан деген сөздер өте көп кездеседі. Әрине, бұның бәрі дұрыс патриоттыққа тәрбиелейді, дегенмен эсседе ондай жалынды сөздерді өте көп қолданбаңыздар, және леп белгісі көп кездесетін сөйлемдер қажет емес. Сіздің өзіңіздің ойыңыз нақты болу керек. Үшіншіден, плагиатқа өте мұқият болыңыздар. Өте көп плагиат жұмыстар. Кәдімгідей бір кісінің Түркістан облысындағы белгілі бір ғалымның мақаласын пунктуациясына дейін көшіріп алғандар бар. Диалогын, қалай ойлайсыз деген диалог сөзді де көшіріп алғандар. Тура сол мақаланы қалай тұр, солай көшіріп әкелген бергендер бар. Олай болмайды. Плагиат өте жаман. Себебі қазір біз плагиатқа шек қоймасақ, ол болашақта сіздердің өздеріңізге кері әсерін тигізуі мүмкін. Және ойыңыз тиянақты болсын. Енді, уважаемые участники второго тура, прошу вас писать эссе позитивном направлении, да? Чтобы были какие-то позитивные, аргументативные эссе, чтобы мы могли приводить примеры из литературы, да, произведений. Также прошу вас не использовать такие предложения, где очень много встречаются восклицательные знаки, да? Также самое главное, чтобы было четко понятно ваша цель в начале эссе, основные, чтобы каждую часть эссе, было написано так, как нужно, да? В каком разделе что нужно. И, пожалуйста, аргументы должны быть с фактами. И в заключение обязательно прочитайте, пожалуйста, или посмотрите видео лекции касательно заключения. Очень большую ключевую роль играет введение и заключение. Основная связь введения и заключения. Всем удачи, баршаңызға сәттілік тілейміз. Я думаю, что до начала второго тура мы еще проведем еще один онлайн-трансляцию. Можете даже на самом сайте Challenge.kz писать все ваши вопросы касательно эссе. Все?